Ұлы Абайдың 175 жылдық мерейтойына орай Абай шығармаларында табиғат лирикасын қалай суреттегенін балалар шығармасы арқылы оқып, өздерінің шығармашылық жұмыстарында көрсетпек. Бұл суреттегі басты идея бәрімізге түсінікті. Ол бүркіт пен осы түлкінің арасындағы өмір үшін шайқас. Мен соны лайықты түрде жеткізе аламын деген сенімдемін. Мен Абайдың табиғатты сипаттаған өлеңіне қарап, бір түрлі түсті адамның бойына бір жақсы шабыттандыратын сурет салғым келеді. Және де өзіме ұнайтындай қылып, өзім демала алатындай қылып, бояуларды барынша қолдануға тырысып жатырмын. Бізде қысқы бақта кейіпкерлер фестивалі өтіп жатыр. Оны жалпы балалар арасында кітап оқуды, жанда тұруды қызықтыру үшін жасап жатырмыз. I present Harry Potter. She presents Draco Malfoy, and she presents Hermione Granger. Для этого конкурса, если так можно его назвать, мы специально надевали специальные костюмы. К примеру, мы достали ей мантию и также палочку. Я покрасила свои волосы, чтобы быть как мальчик из данной книги. Tortta sizlerge arnalan dostunu sıypar, sonra bizim kızlarımız gösterdi. Bu жерде onda қара сөз бар. Біз эстафетаны Өскемен қаласы химия-биологиялық бағыттағы зияткерлік мектебінен алып, оны Ұлы Абайдың «Айттым сәлем қаламқас» әнімен жалғастырып шығамыз.